Найман мемлекетінің құрылуы. Жер аумағы: батыс Монғолия, шығыс Қазақстан аумағында мекендеген. Орталық қаласы Балықты қаласы болды. Орналасқан жері Архон өзенінің бойында орналасты. Қасындағы көршілері: батыста қыпшақтар, солтүстікте Енисей қырғыздары, шығыста керейттер болды. Найман мемлекетінің саяси тарихы. 12 ғасырдың екінші жартысында Наймандар мемлекеті гүлденген кезеңіне жетті. Ал 12 ғасырдың соңы 13 ғасырдың басында Найман хандығы екі бөлікке бөлініп ыдырады. Ал 1201 жылы монғолдардың күшеюін тоқтату үшін көшпелі тайпалардың басын қосып Наймандар құрылтай ұйымдастырды. Бірақ бұл құрылтай сәтсіздікпен аяқталды. 1204 жылы монғолдар Наймандарды толықтай жеңді. Керейт мемлекетінің құрылуы. Алғашқы кездегі жер аумағы батыс Монғолия аумағы болды. Кейінгі жер аумағы солтүстігінде Архон өзені, оңтүстігінде Хуанхэ өзенінің бойындағы жерлерді қоныстанды. Орталығы Битөбе қаласы болды. Керейт мемлекетінің саяси тарихы. 12 ғасырдың екінші жартысында мемлекеттің аумағы өсіп нығайды. Ал 12 ғасырдың 80 жылдарында Тоғырыл хан, Тоғырыл деген Керейт мемлекетінің ханы, монғолдардың билеушісі Темучинге қолдау көрсетті, әскери жорықтарында көмектесті. Ал 12 ғасырдың соңы 13 ғасырдың басында Керейт мемлекеті әлсірейді. 1203 жылы монғолдар керейттерді басып алды. Жалайырлар. Бұл тайпа туралы деректер монғолдың жылнамаларында кездеседі. 6-7 ғасырларда жалайырлар түрік қағанатының құрамына енді. Ал 13-14 ғасырларда Қазақстан аумағына қоныстанды. Қадырғали Жалайыри бұл жалайыр тайпасынан шыққан тарихшы, жалайырлар туралы дерек қалдырған. Енді біз жоғарыда аталған үш тайпалық бірлестіктің карта бойынша орналасқан жерін анықтайық. Карта бойынша қарап отырмыз. Найман мемлекеті көріп отырмыз, орналасқан жері батыс Монғолия, кейін Қазақстанға қарай келді. Оның шығыста көршісі керейттер Олар да қазіргі батыс Монғолия жерін Архон өзенін мекендеді. Одан кейін олардың қасында солтүстік батыста жалайырлар мекендеді. Мына біз көріп отырмыз, Селенгі, Архон өзені, Керулен өзендері осы аймақтарда жалайырлар, содан кейін керейттер, содан кейін наймандар осы аймақтың барлығына мекендеген болатын. Мынау біздерде Темучин бастаған алғашқы кездегі монғол тайпаларының орналасқан жері. Мана айтқан болатынымыз, наймандарды монғолдар 1204 жылы басып алды, ал керейттерді монғолдар 1203 жылы басып алды деп айтқан болатынбыз. Сонда басып алған жердің бәрін қосатын болсақ, монғолдар осы аймақтың барлығын өздеріне қосып алады. 1206 жылы Монғол империясы құрылады. Ал монғолдардан жеңілген наймандар, олар осы біздің Қазақстанға қарай келді. Керейттер жалайлардың барлығы да осы Қазақстан жеріне қарай келіп, жергілікті тайпалармен араласқан болатын. Бұл осы тайпалық бірлестіктердің карта бойынша орналасқан аумақтары. Енді осы үш мемлекеттік бірлестіктің билеушілерін талдап көрейік. Күшлік хан. Бұл Күшлік хан наймандардың билеушісі. Жетісуда құрылған Найман мемлекетінің негізін қалаған билеуші. Сонда наймандардың екі тарихы бар екен. Біріншісі батыс Монғолия аумағында Шыңғыс хан жаулап алғанға дейінгі Найман мемлекеті. Екіншісі Шыңғыс ханнан жеңіліп Қазақстанға келген Жетісу жерінде құрған Найман мемлекеті. Олардың билеушісі Күшлік хан болды. Келесі хан бізде Тоғырыл хан. Бұның көптен атаулары бар. Қытай деректерінде Ван хан, Уан хан дейді, Тоғырыл хан деп те айтылып жүр. Бұл керейттердің ханы. Шыңғыс ханмен жақсы одақтас болды. Шыңғыс ханмен
осы бір-бірімен бірлесіп көрші тайпаларды жаулап алу кезінде көптеген көмек көрсетті. Келесі Жамұқа. Бұл жалайыр тайпасының билеушісі кейін 1201 жылы өзін Гурхан деп жариялайды. Гурхан жалайырлардағы жоғары билеушісінің титулы. Мұқылай. Бұл жалайыр тайпасынан шыққан батыр, Шыңғысхан әскерінің қолбасшыларының бірі. Мемлекеттік құрылымы. Жоғарғы билеушісі хан болды. Бұл билеуші наймандар мен керейттерде ғана аталды. Ал Гурхан деген лауазым жалайырлардың жоғары билеушісі болды. Ал әскери әкімшілік жүйесі мемлекеттің халқы мыңдық, жүздік, ондықтарға бөлінді және бұлардың басқару жүйесі ұлыстық негізде басқарылды. Қорыта айтқанда наймандар, керейттер, жалайырлар 13 ғасырдың басына дейін өмір сүрді. Оларды 13 ғасырдың басында Шыңғысхан басқарған моңғол әскері талқандады.